Уа құрметті, шексіз, мейірімді Раббым, барлық шулар басылып тынышталғанда және барлығы ұйқыға кеткенде өтінемін, маған батаңды берші. Менің жаным осы жерде, осы шақта саған көтеріледі, саған айту үшін. Мен саған сенемін. Мен саған үміт артамын. Мен сені барлық жан тәніммен жақсы көремін. Мен саған барлық шаршағанымды тапсырдым. Барлық уайымдарым мен қамқорлықтарымды. Өткен күндерімдегі барлық қуаныштарым мен қайғыларымды. Егер де мен өзімді ұстай алмаған болсам, сенің ашуыңды шығарған болсам, мұңға батқызған болсам, кешірші мені. Маған осының бәрін жіберуге рұқсат ет. Егер де мен біреу үшін проблема тудырған болсам, кешірші мені. Және барлығының игілігі үшін осыны шешуге рұқсат ет. Осы сағатта мен барлығына тыныштық тілеймін. Өз еркімен немесе байқаусызда маған проблема алып келген адамдардың барлығын кешіремін. Көкті жаратушы, көрінетін барлық қиыншылықтардан маған қорғаныш болғаның үшін алғыс айтамын. Аспан мен жердің барлық нығметтері үшін алғыс айтамын. Рухани және материалдық байлықтарым үшін алғыс айтамын. Маған жіберген барлық сынақтарың мен сабақтарың үшін алғыс айтамын. Жаратушым, маған берген құндылықтарыңды шыңдап, халқым үшін, мына әлем үшін пайдамды тигізіп, қызмет етуімді нәсіп ет. Тек өзіңе ғана мұқтаж ет. Жаратушым, мені тыныштығыңа бөле. Менің рухымды тынышталдыр. Менің болмысымды тыныштыққа толтыр. Ананың құшағына тапсырғандай, мен өзімді кішкентай баладай сенің қолыңа сеніп тапсырдым. Маған жақсы арман мен мақсат бер. Әмин.